шығыс септігіндегі сөз, өйткені ол неден деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаус мүше болып тұр. Тастан шығыс септігіндегі сөз, өйткені ол неден деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаус мүше болып тұр. Жарайсың, отыра ғой. Балалар, өткенді біз еске түсіріп алайық, иә? Септік жалғаулары дегеніміз не? Айта ғой, Бексұлтан. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулар деп атаймыз. Жарайсың. Септігі дегеніміз не? Қанша айта ғой? Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септігі деп атайды. Жарайсың. Қазақ тілінде неше септік бар екен, Рамазан? 7 септік бар. 7 септік бар. 7 септікті маған кім атап береді? Айта ғой, Мирас. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көмекей септік. Ал балалар, 7 септікті есіңізге түсіріп алайық, иә? Атау септігін айта ғой, сұрағы қандай жалғауы бар ма? Айта ғой, Дінмұхаммед. Жалғау жоқ. Сұрағы кім не, кімдер нелер. Ілік септігін айта ғой. Сұрағы кімнің, ненің, кімдердің, нелердің. Оның жалғауы ның, дың, тың. Бар септік, Мирас айта ғой. Сұрағы кімге, неге, қайда, кімдерге, нелерге. Жалғауы ға, не, қаке. Табыс септігі айта ғой. Кімді, нені, кімдерді, нелерді. Ал жалғауы ны, ды. Жарайсың. Ал жатыс септігін сұрақтарды кім айтып береді маған? Айта ғой. Қайша. Сұрақтары кімде, неде, кімдерде, нелерде. Жалғаулары да, де, тарте. Жарайсың, отыра ғой. Шығыс септігін сұрағы маған кім айтып береді? Жалғаумен. Айта ғой. Шығыс септігінің сұрағы кімнен, неден, кімдерден, нелерден. Жалғауы наннен, данден, тантен. Жарайсың. Көмектес септігі. Айта ғой. Сұрақтары кіммен, немен, кімдермен, нелермен. Жалғауы мен, пен. Балалар, олай болса, алдарына сендердің бір сурет берілді. Бірінші топқа автобустың суреті, екінші топқа судың, үшінші топқа гүлдің суреті берді. Осы суреттегі заттарға жылдам сөйлем құрайық. Тез уақыт береміз. Бір мезуақыт береміз. Жылдам уақыт береміз. Қай топ болды шапалақ арқылы белгі береміз. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Бірінші топ құраған сөйлемдеріңді оқи қойыңдар. Ал Алия оқи қой. Абзал автобуспен үйіне қайтты. Абзал автобуспен үйіне қайтты. Автобуспен қандай жалғау жалған? Автобусқа. Пен, иә? Пен қай септіктің жалғауы? Айта, көмектес. Иә. Қай септікке жалғанып тұр? Пен деген? Қай септікке жалғанып тұр? Атау септігі. Атау септігі пен жалғауы жалғанып, қандай сұраққа жауап берген? Немен деген. Ол қай септіктің сұрағы? Немен деген? Көмектес септігінің сұрағы. Екінші топта маған кім құраған сөйлемін оқып береді? Оқи ғой шамтармен. Азамат көлігін сумен жуды. Сумен немен деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұл көмектес септігіндегі сөз. Жарайсың, отыра ғой. Ал үшінші топта маған құраған сөйлем кім оқып талдап береді? Айта ғой, Ерхан. Айдан даладағы гүлге қонған көбелекпен ойнады. Көбелекпен. Бұл атау септігіндегі сөз. Оған көмектес септігіндегі пен жалғаулы жалғанып тұр. Жарайсыңдар, балалар. Яғни біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз қандай септік екен? Көмектес септік екен, иә, балалар? Көмектес септігінің ережесін айтып кетейікші, олай болса, иә? Көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді екен, иә? Ал көмектес септік атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды екенбіз. Ал балалар, 70-ші жаттығуға қараймыз. Берілген оқи ғой Шахнабия. Мәтінді түсініп оқы. Олай болса 2 минут уақыт береміз, жылдам мәтінді түсініп оқимыз. Балалар, көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді екен, иә? Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулары арқылы жалғанады екен, иә?
Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды екенбіз. Балалар, қазір 70-ші жаттығуға қараймыз. Берілген шахтамен оқи ғой. Мәтінді түсініп оқы. Барлығымыз мәтінді оқимыз. 1 минут уақыт беремін. Ал балалар оқып болса, барлығымыз. Көмектес септікті кім тапты? Осы мәтінді кім айдармаған? Айта ғой. Бірінші сөйлемде сумен деген сөз бар. Ол көмектес септігіндегі сөз. Өйткені ол неден деген сұрақ, немен деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүшенің қызметін атқарады. Жарайсың. Келесі қандай сөз бар? Құрылықпен көмектес септігіндегі сөз, өйткені ол немен деген сұраққа жауап беріпті. Сөйлемде тұрлаусыз мүшенің қызметін атқарады. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз балалар. Ал балалар 71-ші жаттығуға қараймыз. Берілген оқи ғой. Оралбек Хадиша. Ұйқасының аяқ сөзді қойып, өлеңді көшеріп жар. Бірінші өлеңді оқимыз. Байжан оқи ғой. Тұмсығы мен шымшық, құрт тереді шымшық. Келесі Нұрбақыт. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр алып, өдір бұлап. Жарайсың. Осы жаттығуды қазір барлығымыз дәптерге орындаймыз. Ал балалар барлығымыз жас болса, тақтаға қараймыз. Бізге Мержан көмектес септігіндегі сөзді тауып беретін айтамыз. Тұмсық, түбі, ұлмен, жалғау. Тұмсығы мен көмектес септігіндегі сөз, өйткені ол немен деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүшені атқарып тұр. Жарайсың. Балалар дұрыс па? Иә. Жарайсың. Отыра ғой. Сөзге маған шығады шығыс септігін табуға. Келе ғой Бексұлтан. Тау, түбі, хан, жалғау. Таудан, неден, таудан. Бұл шығыс септігіндегі сөз, өйткені ол неден деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүшенің қызметін атқарып тұр. Жарайсың. Отыра ғой. Ал балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында сөйлемнің алдарына кесте берді. Барлығымыз жұппен бірлесе отырып, осы кестені толтырамыз. Бастаймыз балалар. Ал балалар болса, оқып береміз. Оқи ғой. Қалаға бар септігіндегі сөз, өйткені ол қайда деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі, Байжан оқи ғой. Екінші, судан. Ол шығыс септігіндегі сөздер тұр. Өйткені қайдан деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі. Үшінші. Ұстаздар. Бұл табыс септігіндегі сөз, өйткені ол кімді деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі, оқи ғой. Екінші, судан. Ол шығыс септігіндегі сөздер тұр. Өйткені қайдан деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі топтан кім оқиды? Кім оқиды келесі топтан? Ал Мирас оқи ғой. Ұстазды, кімді? Ол табыс септігіндегі сөз, өйткені ол кімді деген сұраққа жауап беріп тұр. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Келесі Бексұлтан оқи ғой. Сыныпта. Қайда? Сыныпта. Ол жат септігіндегі сөз, өйткені ол Қайда? қайда деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі сөз кім оқиды мына топтан? Кім оқиды? Айнұр оқи ғой. Әлемнің әлек септігіндегі сөз, өйткені ол кімнің деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі соңғы сөзді Ерлан оқи ғой. Алма. Атау септігіндегі сөз, өйткені ол не деген сұраққа жауап беріп тұр. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығымыздың алдымызда стикер тарқатылған. Сол стикерге бүгінгі сабақты түсінбегеніміз туралы жазып, білім қоржынына жабыстырамыз.